Сәлеметсіздер ме? Мен Алматы қаласы жоғары медициналық колледжі хирургия пәнінің оқытушысы Боранбаев Энелик Тоқбайұлы. Сіздермен бүгін базалық жүрек өкпе реанимациясында автоматты дефибрилляторды қолдану жайында өтеміз. Автоматты қолданбалы дефибриллятор дегеніміз бұл бифазный, монофазный дефибриллятордан айырмашылығы, бұл автоматты түрде жұмыс жасайды. Бұл үшін медициналық білімді қажет етпейді. Бұны кез келген адам қолдана алады. Қысқаша танысып өтсек, оның құрылымы жалпы бірінші қадамы қосу батырмасы болады. Осыны басқан кезде бізге команда беріледі, осы нұсқаулық бойынша жұмыс жасайтын боламыз. Екінші қадам бізде электродтарды орналастыру. Ол міне өзі көрсетіліп тұрғандай осылайша орналастырамыз. Одан кейін штекерді жалғаймыз. Штекерді жалғағаннан кейін бізде анализ жүреді. Анализден кейін разряд керек болса, осы кнопка моргать етіп жанатын болады. Осы нұсқаулықты орындасақ жеткілікті. Енді дефибрилляторды қандай жағдайларда қолданамыз? Кенеттен жүрек тоқтау кезінде жүрек тоқтауының 4 ритмі кездеседі. Солардың бірі асистолия және электромеханикалық диссоциация. Осы жағдайларда біз дефибрилляторды қолданбаймыз. Ал қарынша фибрилляциясы және пульссіз қарынша тахикардиясы кезінде біз осы дефибрилляторды қолданатын боламыз. Енді автоматты қолданбалы дефибрилляторды іс жүзінде қалай қолданамыз, соны қысқаша көрсететін боламыз. Ең алдымен біз осы адамды зақымданушыны көрдік. Ол алгоритм бойынша өз қауіпсіздігін бағалап, есін, пульсын, тынысын анықтап болғаннан кейін, клиникалық бөліміне көз жеткізгеннен кейін жедел жәрдем шақыртып, және сол адамға қолданбалы дефибриллятор әкелуін сұраймыз. Оған дейін біз 30-2 қатынасында жүрек өкпе реанимациясын жасап жатамыз. Енді мен жүрек өкпе реанимациясын жасап жатқан кезде қолданбалы дефибрилляторды көмекшім алып келген жағдайда мен 30-2 қатынасын жасай беремін. Өйткені бұны тастап кетуге болмайды. Бұл бізде жүрек өкпе реанимациясында ең маңызды кезең болып табылады. Ал көмекші адам екінші жағынан қолданбалы дефибрилляторды қоса береді. Себебі дефибрилляторды қаншалықты тез қолданамыз, соншалықты бізде адам өмірін алуға шанс көбейеді. Оны қалай қолданамыз? Екінші адам 30-2 жүрек реанимациясын жасап жатыр. Ең алдымен жаңа көрсеткендей қосу батырмасын басамыз. Сосын нұсқаулықты естіп отырып, осы нұсқаулық бойынша жұмыс жасайды. Вызовите скорую, вскройте упаковку с накладками и наложите их на оголенную грудь пострадавшего. Міне, ол суретте көрсетіліп тұрғандай. Оң жағында. Наложите накладки на оголенную грудь пострадавшего. Және сол жағында. Одан кейін штекерді осы бойынша жалғап отырамыз. Присоедините штекер накладок к соответственно мигающей подсветке. Анализ сердечного ритма. Осы уақытта біз қолды Не трогайте барынша пострадавшего. зақымданушыдан алуға алшақ ұстаймыз. Анализ жүреді. Требуется проведение дефибрилляции. Дефибрилляция керек екен, ол дефибрилляция заряд дайындағанша біз қаншалықты Идет массаж жасап зарядка. үлгереміз. Қанша істесек соншалықты үлгереміз. Отойдите от пострадавшего. Осы уақытта барынша зақымданушыдан Зарядка қолымызды алшақ завершена. ұстаймыз. Нажмите оранжевую кнопку для разряда. Сосын осы кнопканы басатын боламыз. Разряд выполнен. Разряд кетті. Разрядтан кейін 5 секунд Если тоқтамай требуется, начинайте сердечно-легочную реанимацию. ары қарай осы дефибриллятордың нұсқаулығы бойынша жұмыс жасай береміз. Дефибрилляторды өшіруге, электродты алып тастауға болмайды. Міне өзі айтып тұр, 2 рет оттегі бер дейді. 2 рет оттегі береміз. Қайтадан жанама массаж компрессорды бастаймыз. 30 рет. Ол өз санап отырады. Санын даже көрсетіп отыр бізге. Выполните 2 выдоха. 2 рет оттегі береміз. Осылайша 5 секунд тоқтамай жасатып, 5 секундтан кейін бізге қайтадан анализ, өзі анализ жасайды. Қажет болса тағы да разряд береміз. Қажет болмай, егер асистолия болып жатса, онда 30-2
ара қатынасын ары қарай тағы бесикл жасатады. Қысқаша қалай қолданылатынын көрдік. Енді осы жүрек реанимациясы барысында, дефибрилляторды қолдану барысында кейбір кездесетін жағдайлар бар. Ол бізде көбінесе ересек ер адамдарда түкті болып келеді. Біздің электрод тұратын жер. Егер бұл электрод толық отырмаса, біздің берген разряд толық жетпеуі мүмкін. Соған байланысты қолданбалы дефибриллятордың өзінің ішінде бритва болуы мүмкін. Осы уақытта біздің тек қолданатын жеріміз қай жерге жапсырамыз, сол жерді кішкене қырып алып тастауға болады. Егер оның құрамында бритва болмаса, онда электрод ол одноразовый болып табылады, бір реттік қолдануда. Оның 2-3 түрі ішінде болуы мүмкін. Осы кезде біз біреуін алып, жұлып алып, орнына екіншісін жапсыратын боламыз. Бұдан бөлек салқын тер деген бар, немесе суға батқан адам болса, былай айтқанда кеудесі су болып жатқан кезде, онда біз тек қана электродты қолданатын жерімізді ғана салфеткамен құрғатып, сол жерге жабыстырамыз. Одан бөлек тағы да бізде бір жағдайлар болады, ол осы жүрек реанимациясын жасау барысында қандай да бір көлшікте жатса, ложада жатса зақымданушы, электродты қосардан алдын біз сол көлшіктен шығарып алғанымыз дұрыс болады.